Қымбатты әріптестер, қадірлі студенттер, баршаңызды жаңа жылдың бастауы келіп жатқан Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Әлемді жайлаған ковид пандемиясына байланысты жарияланған карантиндік шектеулерге орай бүгін өздеріңізді онлайн режимінде құттықтауға тура келіп отыр. Ең бастысы, еліміз бұл нәубетті жеңіп шығып, халқымыз аман болса деп тілеймін. Наурыз жыл басы, табиғаттың бүкіл тіршілік әлемнің жаңаратын, жасаратын, көктейтін, көгеретін кезі. Наурыз табиғаттың ғана емес, ол адам баласында жан дүниесі мен рухы жаңаратын мезгіл. Наурыз күні ағайын туысқа, дос-жаранға деген өкпе, аразыңды ұмыт, кінәсін, білместігін кешір, ойыңды, пиғылыңды тазарт, жүрегіңді ағарт, көңіліңе кір сақтама, адамдарға қайырымды, мейірімді бол. Жетім көрсең, жебеп, жоқ-жітікке көмектес дана халқымыз. Бір қазанда піскен 7 түрлі дән Наурыз көжесіне қосылатын. Дән де сол халықтың ынтымағы, бірлігі, тіршілігі бірге болса деген ата-бабаларымыздың ізгі арманын білдіретін жоралғының секілді. Наурыз күні бірін-бірі Ұлыстың ұлы күнімен құттықтаған халқымыз ұлыс оң болсын, ақ мол болсын деп бір-біріне жақсы тілектер тілейді екен. Сол күні олар ауыл аралап, үй қыдырып, көрші көлең дос-жарандарды, ағайын туыстарды құттықтап, Наурыз көше ішуіне бірге топтасып далаға шығып, ағаш егеді екен. Бір тал ексең, 10 тайлық, қораның көркі мал болса, көшенің көркі тал болар деген мақал сол кезден қалған секілді. Жалпы Наурыз жыл басы ғана емес, ынтымақ пен бірліктің, татулық пен достықтың, мейірім мен ізгіліктің мерекесі. Бұрын кеңестік дәуірде діни мейрам ретінде халықтың атап өтуіне тыйым салынған бұл мереке араға ұзақ жылдар салып, еліміз тәуелсіздік алған 90 жылдардың басында қайта оралды. Бүгінде ол республикамызды мекендейтін барлық ұлттар мен ұлыстардың ортақ мерекесі. Тарихи тамыры тереңге бойлаған әз Наурыз дана халқымызды қай кезде де еңсесі биік елдіктің, іргесі сөгілмеген бірліктің, ырыс пен ынтымақтың мерекесі болып келеді деген еді елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Наурызға арналған құттықтауында. Наурыз көктем мен жаңартудың айшықтайтын мерейі тасыған ұлы мейрам. Ол өткенді саралап, болашағымызды болжайтын ерекше кезең. Наурыздың мән мағынасы, былайша айтқанда философиясы, оның басқа мерекелерден дара бейнелейді, деді елбасы. Ал біздің төл ісіміз білім беру саласын жақсарту арқылы білікті мамандар даярлауға саятыны белгілі. Сондықтан да біздің университет бүгін Наурыз мерекесіне үлкен табыстармен келіп отыр. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті еліміздегі білім, гуманитарлық ғылымдар, жаратылыстану ғылымдары саласындағы аса ірі ғылыми білім беру орталығы болып табылады. Университетіміздегі ірі 7 институт, 39 кафедра, ондаған зертхана, магистратура, докторантура еліміз үшін аса қажетті мамандар мен ғылыми кадрлар даярлап шығаруға қызмет етуде. Қазіргі таңда бізде 13 мыңнан астам студенттер біліп алып отыр. Еліміздің жоғарғы оқу орындары үшін PhD докторларын дәлелдеуміз. Осы жақында ғана әлемнің QS World University by Subject деген рейтингінде біздің университетіміз 2 бағыт бойынша білім беру және ағылшын тілі мен әдебиеті бойынша әлемнің үздік 250 университеттің қатарына кіріп отыр. Бұл өте үлкен жетістік және осы біздің университеттің ұжымының студенттердің барлығымыздың жеңісіміз деп айтуға болады. Сондықтан онымен де барлықтарыңызды құттықтаймын. Оқу орнымыз өз болашағын зерттеу университеті ретінде дамыту бағдарын қолға алуда. Университетте ғылыми зерттеудің басым бағыттары анықталған. Мемлекет басшысының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласынан, мәңгілік ел патриоттық идеясынан туындайтын міндеттер, үш тілді білім беру, қазақ тілін латын әліпбиіне көшіру мәселелеріне байланысты, Қазақстанның білім беру жүйесінің міндеттері, цифрлы Қазақстан және ақпараттық компьютерлік 3D технологиялар негізінде жаңа білім ресурстары бойынша зерттеулер жүруде. Уақыт талабына байланысты оқу орнымызды цифрлық университетке айналдыру үшін де нақты шараларды жүзеге асырудамыз. Қысқасы, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті өзінің мәртебесін, беделі мен абыройын бұдан былай да биіктете беретін болады. Құрметті әріптестер, құрметті студенттер, баршаңызды тағы да Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Наурыз құтты болсын, баршаңызға құт-береке келсін.